Сан ғасырда сағасын саялаған әр ұлт пен әр тайпа көне де ұлы бұл өзенді әрқалай атаған. Чу, Шу, Чуй, Суяб. Тау басындағы еңлік гүлдерден бастап, сағасындағы сексеуіл, ит тұмсығы батпайтын тоғайына дейін өзен бойымен бірге тыныстап, тіршілікке сән беретін. Бір замандарда бұл жағалауда азулы тұран жолбарысы патшалық құрған. Бірде өзге бір жыртқыш тұран жолбарысын қамысқа қарай тықсырып, жер бетінен мүлде жоқ қылды. Ол жыртқыштың аты Homo sapiens еді. Өзен бойлай түрлі қалалар салынып, жойылып, бір мәдениет өркендеп, енді бірі солып, бірде көшпенділер патшалық құрса, бірде отырықшы халық салтанат құрып жатты. Бұл өзеннің бойымен қаншама айтулы ақын, ғалым, ержүрек жауынгерлер жүрді десеңізші. Сарқырап аққан Шудың қос қапталында болмысы батыр тайпалар билеген. Тарихтың атасы атанған Геродоттың жазбаларына сүйенсек, олар шығыс сақ тайпалар еді. Сондай-ақ үйсіндер мен қарлұқтар, Онық Будун көшпелі империя түркілері көшіп жүрген. Шыңғыс хан империясы мен Алтын Орданың негізі болған түркі-моңғол тайпалары бұл жерде жорықтарға жиналған. Қос жағалауда да елді мекендер, керуен сарайлар, бекіністер мен қалалар пайда бола бастады. Олардың арасында Ордакент Суяб, Жібек жолы шығыс бөлігінің басты орталықтарының бірі болған. Баласағұн әйгілі ақын, әрі ойшыл Жүсіп Баласағұнның туған қаласы. Сыры мен сыны келіскен Науакент, Қызылөзен қаласы. 100 жылдықтар ішінде шағын елді мекеннен қалаға, ал одан кейін бүтін мемлекеттің астанасына айналған Джуль қорғаны мен қамалы. Ол түрлі ғасырда түрлі атауларға ие болған. Джуль, Пішпек, Фрунзе, Бішкек. Осы өзен арқылы, оның тармақтары мен алқабы арқылы Ұлы Жібек жолы өткен. Бұнда қажылыққа бет алған жандар мен саудагерлердің аяғы үзілмеген. Дүниенің төрт тарапына керуен тарап, жүрек жұтқан бірлі жарым жолаушыны да, бүтін әскерді де осына жиі кездестіруге болатын. Осылайша бұл жер тарихпен гулеген бос сөздің, ой мен білімнің, тауар мен жаңа технологияның, армандар мен бүкіл үміттердің мекені болды. Жүздеген жыл бұрын бұл жағалауларда таулық көшпенді қырғыз мемлекеті мен далалық көшпенді қазақ хандығы құрыла бастады. Көшпенділердің ұлы өзені Шу сан ғасыр бойы екі халықтың тағдырын, тарихын, өмірін байланыстырып келеді. Көшпенділердің ұлы өзені Шу көптеген оқиғалардың куәгері. Біз өзімізге аян солардың бәз біреуі жайлы сөз қозғасақ дейміз. Жылдың мамыр айында Адамдар Сией жобасының деректанушылар мен суретшілерден құралған қазақ-қырғыз тобы ұлы өзен тарихын жақсырақ білу үшін, ағынның заманауи ырғағын есту үшін, Шу мен оның тұрғындарын болашақта не күтетінін түсіну үшін Шудың бастауынан сағасына дейінгі аралықта саяхатқа шықты. Біз Қырғызстанның таулы аймақ Нарын облысындағы Шу өзені тармақтарының біріне аттандық. Шу өзені бастауын Теріскей Алатау жотасындағы ғаламат үлкен таулы мұздықтар қабатынан алады. Таудың басына біз бабаларымыз ұқсап атпен шықтық. Бізбен бірге жергілікті тұрғындар Алтынбек Байке мен оның момын да мейірімді досы Сапа Байке ілесіп жүрді. Және Лайка деген ит артымыздан ерді. Біз Арқар мен Еңліккөл, Тау-Қасқыр мен Суырлар өлкесінде көшпенділер әдетімен ат үстінде ырғала тербеліп, бірнеше мыңжылдықтар бойы таулардан аңғарларға құлай ағып жатқан ағын жайлы ойға баттық. Осы жерде өмірдің қалай пайда болғаны, жаңа идеялардың қалай
қалай туғаны жайлы, көшпенділердің өзеннен өмір сүру өнерін мәңгі қозғалыста болу, кедергілерді өзеннің өзіндей жеңе білуді қалай үйренгені жайлы ой түбіне бойладық. Күннің батуына дейін біз теріскей мұздықтар астында дала лагерін құрып үлгердік. Сол бір ғана күннің ішінде біз жылдың 4 мезгілі мен түрлі табиғат құбылыстарын сезіндік. Шақырайған күн, сіркіреген жауын, сұрапыл боран, қиыршық қар және қайтадан жарқырай ашылған күн. Шу бастауы Қырғыз-Теріскей Алатау жотасының жүрегінде орналасқан. Осында бұлттар астында мұзды және қарлы аралдардың түкпірінде шағын су бұлақтары ағып жатыр. Олар құлама беткейлермен төмен қарай түсіп, тау көлдері жүйесін құрайды. Сол көлдер арқылы аңғарларға қарай шапшаң бұлақтар тармақталады. Олар арны қатты, қуатты ағындарды қалыптастырады. Ішкі Тянь-Шань тауының бөктерінде 3 күшті жота: Соңкөл тау, Теріскей Алатау, Қырғыз жотасы және 2 тау өзені, Жуанарық және Қошқор өзендері кездесетін жерде Шу өзені басталады. Көрнекті ортазиялық деректанушы және зерттеуші Олег Белялов жазғандай, Шу сулары елеуреген сұр ағында самғайды. Шу өзенінің бастауында Қошқор ауылы орналасқан. Ол Шудың негізгі салаларының бірі Қошқор өзенінің атымен аталады. Оның жағалауларында Ұлы Қошқор аңғары көсіліп жатыр. Бұл аңғарды айнала тау жоталары қоршап жатыр. Қошқор бұрыннан Ұлы Жібек жолындағы аялдау базасы болған. Ежелгі уақытта бұл жерде де өмір қайнап жатқан. Сансыз керуендер Еуропа мен Азияның түрлі нүктелеріне, Моңғол және түркі көшпенділерінен Сиан мен Қашқардан, Соғды мен Византияға, Парсы, Бактрия және Рим империясына дейін өткен. Кейде күнделікті қарбалас тіршілік пен Қошқор базарындағы қызу сауда саттықтан сонау ежелгі кезеңдер мен оқиғалардың жаңғырығын сезінуге болады. Шыңына шыққанға дейін және одан кейін бізге Қошқор аңғарының байырғы тұрғыны Бектемір көмектесті. Ежелгі дәуірлерді жетік білумен және заманауи тенденцияларды жанымен түсінуінің арқасында Бектемір мен өзге қошқорлықтар өз аудандарын дамытып жатыр. Әр елден келген саяхатшылар үшін бұл да бір тың жаңалық. Шу бастауы мен Қошқор аңғары ұлы әулиелер, жыраулар мен білекті батырлар жайлы афсанаға бай. Мұнда бұрынғыдай Манастың 40 ержүрек жауынгері жайлы жыр тыңдап, қазақ пен қырғыз 4 түліктің бірі санайтын Қошқор ата жайлы аңызға қануға болады. Қырғыз таулары мен қазақ даласында көшпенділер даналар мен жауынгерлерді жырлап қана қоймай, сондай-ақ табиғатқа, жер, су, аспанға табынған. Өзен, көл, тау шыңы, орман мен бұлақтардың тылсым да шипалы қасиеттерін жете білген. Көшпенділер бұл жерлерді қасиетті санап, әулиелі мекен деген. Бұл Ыстықкөл көлі. Ыстықкөл тек Қырғызстанның ең әдемі су қоймаларының бірі ғана емес. Бұл біздің ғаламшарымыздағы ғажайып жерлердің бірі. Ыстықкөл әлемдегі ең ірі және терең көлдердің қатарына жатады. Тау көшпенділерінің көлі Ыстықкөл мен көшпенділер өзені Шу өзара байланса ма?
ғасырлар бойы Азия мен Еуропадан келген ғалымдар, географтар мен саяхатшылар осы сұрақтың жауабын іздеген. 19 ғасырда зерттеуші Семенов Тянь-Шанский Ыстықкөл мен Шу жағалауларында болып, өз естеліктерінде қырғыз көшпенділерінің су тасқыны кезінде Шу өзенінен Ыстықкөлге жиі су ағатынын айтқанын өз естеліктерінде жазған. Кейінірек бұл әңгімелер ғылыми түрде расталды. Зерттеушілер 20 ғасырдың ортасына дейін көктемнің жойқын су тасқыны кезінде Шу өзені суының бір бөлігін Ыстықкөл көліне құятынын тіркеген. Ыстықкөл жағасында көшпелі және постномад мәдениетінің көрнекті өкілдері Жүсіп Баласағұн мен Мұхтар Әуезов, ұлы әдебиетші Шыңғыс Айтматов және постмодерн ақын Дүйсенбек Нақыповтың шығармашылықпен айналысқандары да бекер емес. Шу өзенінің жанындағы Ыстықкөл жағасындағы таулы жерде Қызылтуу ауылының орнығуы кездейсоқ емес. Қызылтуу шеберлері көшпенділердің ежелгі өнері киіз үйдің көне нұсқасын жасауды сақтап, дамытып отыр. Қызылтуу шеберлері сан жылдар бойы түпнұсқа киіз үй дайындауда. Оларды тек Қырғызстан мен Қазақстанға ғана емес, берісі Франция мен Британия, арысы Канада, ақш-қа дейін жібереді. Көшпенді үшін киіз үй жай ғана көшіп қонғанға қолайлы үй емес. Ол отанның, ошақтың, ғалам мен отбасылық үйлесімнің символы. Киіз үй көшпенділердің шағын әлемі, рух пен тыныштық мекені. Ұлы таулар мен ұлы даланың арасындағы жарты шар тәрізді әлемнің кішкентай үлгісі. Қызылтууда біз Динара Чочумбаевамен кездестік. Динара Дже ЮНЕСКО-ның халықаралық сарапшысы, Орталық Азия көшпенділерінің өнер, қолөнер және мәдени мұра бойынша негізгі мамандарының бірі. Юрта — это совершенство. Это естественная среда обитания любого кочевника. Кыргызов, казахов, туркмен, каракалпаков и так далее. Это общее место сейчас, что это гениальное творение архитектуры, да? Потому что она настолько соответствует ландшафту, соответствует условиям кочевого образа жизни, что здесь ничего не убавить, не прибавить. Потому что это отточенные веками строения, которые собирается, разбирается, переносится, модифицируется в зависимости от условий и потребностей. Здесь учтено все. Во-первых, и материальные, и духовные потребности, и философские какие-то воззрения отражает она, и гендерный баланс, что очень важно, и наше исконное, то отличительное очень качество – это гостеприимство и взаимоотношения с природой, как части ее. Мұздықтардың еруіне байланысты Қызылтуу тұрғындары Орталық Азияның көптеген елді мекендерінің тұрғындары сияқты су деңгейінің үздіксіз азаюын көріп отыр. Қызылтуудың тіпті бүкіл ауданның негізгі күре тамыры сынды Ақтерек өзеніндегі суда азаюда. Воды все равно не хватает в довольно многих населенных пунктах. Мне кажется, правительству надо самое главное этот вопрос решать. Правительствам. Что очень важно тоже, поскольку эти все источники начинаются в одной стране, потом протекают через другую, заканчиваются в третьей. Очень важно региональное сотрудничество, чтобы не было таких конфликтных ситуаций. Біз сапар барысында ата-бабалар мәдениетін терең сезініп қана қоймай, заманауи көшпенділер әлемінде білгіміз келді. Неономадтардың бүгін қалай өмір сүріп жатқанын және ертең оларды қандай мүмкіншіліктер күтіп тұрғанына назар аударсақ дедік. Айнұр мен Данияр Аманалиевтер Бішкек пен Ошқа бірнеше жылдан бері жаңашыл леп, мәдени, іскерлік және креативті серпін беріп келе жатқан ұлы компаниялар тобының негізін қалаушылар. Қазір олар Ыстықкөл жағасында да цифрлы көшпенділер қаласы жобасының іргесін қалап жатыр. Изначально идея была, что мы можем такого сделать, чтобы внести социальный вклад, поменять жизнь в Кыргызстане. Если набрать определенное количество людей с схожими ценностями, с жизненным опытом, то это потом будет влиять и на окружающих тоже.
И отчасти отсюда вот этот принцип, то есть создать место, куда приедут креативные люди со всего мира, которые могут работать, для которых Кыргызстан будет классным местом, где можно работать, отдыхать, и рядом очень классное сообщество. И почему мы считаем, что это могут быть цифровые кочевники, то есть это не профессия, да, это, наверное, образ жизни, который набирает обороты, люди, которые могут спокойно передвигаться по миру, и благодаря особенностям их работы они могут работать, в принципе, с любой точки. Есть прогноз, что к 2035 году в мире будет 1 миллиард цифровых кочевников. Этот прогноз существовал еще до того, как случилась пандемия. Пандемия подтолкнула очень сильно вот эту удаленную работу. Многие компании поломали для себя психологические барьеры и отпускают сотрудников работать с любой точки. Соответственно, количество людей, которые путешествуют, чтобы работать из других стран, будет возрастать еще быстрее. Половина населения мира живет в Азии, и мы подумали, что если 500 миллионов цифровых кочевников в Азии есть, то почему бы их не соединить с самым лучшим, что есть в Кыргызстане? Самое лучшее, что есть в Кыргызстане, это Иссык-Куль. Все-таки у нас кочевой народ, и кыргызы, и казахи, ну и вообще для нас это один народ. И мы понимаем, что у номадов есть очень много особенностей. В первую очередь открытость, то есть есть какая-то вот способность абсорбировать разные культуры. Нам в советское время очень часто внушали, что вот номадические культуры, они такие немного более отсталые по сравнению с оседлыми, потому что оседлые народы раньше освоили письменность и так далее. Но интересно, что вот мир прошел по спирали и сейчас снова пришел к номадической культуре. И нам кажется, что есть чему поучиться, может быть, вот этим цифровым номадам у старинных номадов тоже. И в том числе, допустим, идея мобильного жилища, да, она сейчас и в мире развивается, а у кыргызов и казахов передвижное жилище было уже много веков назад. Есть много точек пересечения, и мы чувствуем интуитивно, что вот это правильное место и правильная идея для этого места. Тема сохранения водных ресурсов, она очень глобальная. И я думаю, первый шаг, который необходим, это уже с малого возраста доносить до детей важность бережного отношения к водным ресурсам. И очень важно, чтобы дети уже с малого возраста понимали, почему вода важна, как связано, например, то, что они выкидывают мусор на улице, с тем, что тают ледники. Да, еще мне кажется, что в Центральной Азии наша проблема в том, что реки нас связывают, но границы нас разделяют. Эльнура Осмоналиева 8 қырлы бір сырлы жан. Ол кино мен білім, бизнес пен спорт, әлеуметтік жобалар мен арт жобалардың басын қосып, өнерін жұмыспен, жұмысын өнермен астастырған. Қырғызстан мен Қазақстандағы білім-қана мектептер желісін басқару, кинорежиссура мен сценарий жазудан басқа Эльнура бірнеше жылдан бері тамаша спорт түрі Қырғыз Республикасының Садақ ату федерациясының басшысы болып қызмет атқарады. Осы жағдайға орай біздің шығармашылық топ Қырғызстанның үздік садақшыларымен танысып, сондай-ақ олимпиадалық спорт садақ атып, көшпенділердің нағыз дәстүрлі адырнасын көре алды. Мы сейчас находимся на стадионе «Трудовые резервы». Это набережная Большого Чуйского канала. Здесь у нас проходят занятия сборной Кыргызстана по олимпийской стрельбе из лука. У нас есть сотрудничество, партнерство с традиционным луком тоже. Это вот то, с чего начиналась, наверное, история многих кочевых народов. Такой лук позволял нам охотиться, выживать. И мне этот вид спорта нравится тем, что идет соревнование очень честное, выверенное. Там побеждает тот, кто даже на миллиметр ближе к мишени. И нет серых зон. За стрельбой из лука стоит большая философия, потому что попадание в мишень требует большой концентрации, внутреннего спокойствия. И про этот спорт принято говорить, что ты являешься луком, и стрелой, и мишенью одновременно. Если раньше кочевали только кочевые народы и были вот четко очерченные, да, кочевые культуры, оседлые культуры, сейчас весь мир движется в сторону номадства. Наверное, я являюсь цифровым номадом. Я живу
и в Бишкеке, и в Алматы. Я сама выросла в Ферганской долине на стыке нескольких культур. Там и Узбекистан, и Кыргызстан, и Таджикистан. У меня ментальность, она очень центральноазиатская. И везде я себя чувствую дома. Что в Алматы, что в Бишкеке, в Душанбе, в Ташкенте. Основными экологическими проблемами в Центральной Азии, наверное, являются отсутствие понимания обществом ценности природных ресурсов, которыми мы обладаем, исчезновение краснокнижных животных, растений, очень небрежное отношение к воде. То, как мы поливаем наши земли, позволяет нам тратить безумное количество воды. Мы не перешли еще ни к капельному орошению, ни к какому. Схемы работают старые, это приводит к утечке воды просто в никуда, пока вода не является для нас ценностью. Несмотря на то, что ее мало, несмотря, что мы за нее деремся, на бытовом уровне, на национальном, на региональном уровне вода пока не является ценностью. К сожалению, из-за климатических перемен наши ледники будут уменьшаться, они уже уменьшаются очень стремительно. Мы не должны свою жизнь выстраивать в зависимости от наличия вот тех бурных потоков, которые просто десятилетиями текут и превратились в какую-то просто привычную картину. Мы должны понимать, что несколько десятилетий, и это может прекратиться. И какие-то шаги должны уже предпринимать, чтобы сохранить наши ледники. Что может сделать гражданское общество для сохранения, для более эффективного использования водных ресурсов в Центральной Азии? В первую очередь вообще говорить об этом, доносить до обывателя понятие о водных ресурсах, о том, какими водными ресурсами мы обладаем, как каждый из нас может влиять на их сохранение и более эффективное использование. Манас тек көшпенділерге тән ең үлкен әдеби жыр емес. Манас әлем әдебиетіндегі ең көлемді дастан. Бір сөзбен айтқанда, адамзатқа ортақ әдеби мұра. Дастанды жаттап, таратушыларды манасшылар деп атайды. Солардың арқасында Манастың тарихи оқиғалары әлі күнге дейін Қырғыз тауларын шарлап жүр. Жеті жаштан 8 жаш бала чыгып келгенде күйүп турган чок болду 40-50 кыргыз ичинде мындай тентек жок болду балдар менен ойноду ойногондо ал берен ойногонду койбоду ойной берген балдардан эчен балдар сойлоду кары келип кармашса чыңырып балдар чыркырайт жындап кармап жиберсе талкан болуп быркырайт бир күнү Манас кабылан олугу такыр топпой 40-50-ден 40 бала кыйбатын жыйнап алып чоң Алтайдын тага чогулту коюп салып кара кызай Манжудан 80 бала сес көрсөтүп кыргызга сестенбеши. Біз солтүстікті бетке алып, Қырғыз тауларынан Қазақ даласына қарай жол тарттық. Осы шудың бойында 15 ғасырдың ортасында Керей мен Жәнібек тәуелсіз, еркін көшпенділер Қазақ хандығын құрған. Бұл Александр Ким Шу қаласының тұрғыны. Александр Петрович 67 жаста. Ол бүкіл өмірін шуды кесіп өтіп, 100 мыңдаған шақырымға тармақталатын темір жолға арнаған. Кейбір құрдастары оны Сашкабай деп атаса, кішілер құрметтеп Саша ағай дейді. Саша ағай бізге бала кезінен жақсы көретін тоғайын көрсетті. Я помню в детстве, это ровно где-то 60 лет тому назад, уровень воды речки Чу был вот берега. Вот эти берега, это полностью были наполнены водой, река, столько было воды. Вот этот берег и левый берег, вот он. Мы стоим, это было дно. Дно,
А это ширина речки была. И это все было наполнено водой. Это такой уровень был. Это вот 60 лет тому назад. Местами глубина достигала до 10 метров. Вот. Столько было раньше воды. Вот. А сейчас с каждым годом все воды уменьшается. И что осталось на сегодняшний день, это вот эта речушка осталась. Вот. Ну и все. Дәрігер Тұңғышхан Тұрымбаев Шу бойында туған. Ол адамдарды жас күнінен, студенттік кезінен құтқара бастаған. Тұңғыш аға Алматыда жедел жәрдемде мейіргер болып жұмыс істеген. Мединститутты аяқтағаннан кейін Тұңғышхан Мұхамеджанұлы туған қаласы Шуға оралды. Ол жасаған сансыз ота мыңдаған жандарды ажалдан арашалап, қаншама мыңдаған науқас дертіне шипа тапты. Тұңғышхан аға өзен атымен аттас шағын ғана Шу станциясының жыл өткен сайын көркейіп кеңейгенін, басында тұрғыны көп ауыл, содан кейін қала, тіпті аймақтың ең ірі теміржол торабына айналғанын өз көзімен көрген жан. Речка Чу была очень большой рекой в свое время. Ширина его реки доходила до 100 метров. Я детство помню, что начиная вот колхоз Жданова есть, сейчас есть Темесов, оттуда до низовья речки Чу-Чуская у нас было несколько паромов. Люди переходили через эту речку через паромы. На паромах, потому что мостов не было, река широкая, глубокая, течение, знаете, какое бурное течение было вначале. А потом начали строить водохранилища, дороги, мосты начали строить. И она постепенно обмелела. Сейчас, ширина небольшая, но по ней уже паромы не ходят, везде всюду мосты. И она впадает вниз, пески впитывается и уходят пески. А так она была очень богата рыбой. Мы помню, много камышей было там. Это я помню хорошо. Речка была чистой, берег чистый. А сейчас вода обмелела, народ стал совсем другим. Народ стал, кажется, мне говорится, потребителем. Понимаете? Когда говорят, мы убили Каракуйрока или Чайрана, мне становится больно. Их и так мало. А мы начинаем их уничтожать. А что видят мои внуки, ваши внуки? И вы сами вообще природе. Сейчас вы поедете в мой Кумский район, Песке. Там можно встретить только сдалека Чайрана. Такое, говорит, красивое животное. Природа потихоньку истощается, мне кажется. Поэтому мы должны всем говорить, и стойте. Раньше, 60-е, 70-е годы, вот от Сайгаки зимой заходили к нам в огород. Я помню, отец мой им клевер сыпал. Мы их кормили, а сейчас их нету. У нас в Чу уже они не приходят. Обиделись, видимо, на нас. Я так думаю, они обиделись. Обижать никого не нужно, думаю. Особенно природу. Я родилась и выросла в городе Шу. Река Шу у меня ассоциируется с детством, с летом. Каждое лето мы с семьей приезжаем сюда отдыхать, купаться. Но, к сожалению, с каждым годом воды становится все меньше и меньше. Я люблю фотографировать здесь. Особенно интересно наблюдать за детьми, как они проводят свое лето, узнавать их истории. И я учусь сейчас на режиссера, параллельно занимаюсь фотографией, журналистикой. И хочу всегда обращаться в своем творчестве к этому месту, потому что здесь очень много интересных вещей и проблем, которые можно освещать. Часто я хожу по базару фотографировать людей. То есть мне больше интересна жизнь обычных, простых людей, которые честным трудом зарабатывают на свою жизнь, как они проводят время. Сейчас, к сожалению, река находится на грани экологического бедствия, потому что с одного берега до другого можно просто дойти пешком. Поэтому мне хочется через свое творчество как-то обращать внимание на такие проблемы, потому что они также влияют на жизнь местных жителей, на их работу. Скорее всего, то, что мусора становится все больше, связано с тем, что у людей
низкий уровень осознанности. То есть они уже перестали воспринимать это место как нечто сокровенное, как зону отдыха. Для них это какая-то повседневность, где можно каждый день прийти, и они даже не обращают внимания на то, что нужно за собой убираться. Көне түркі және моңғол дәуірінің тас мүсін өнерін ұлы дала мен ұлы таулардан бұрын да тапқан және әлі де тауып келеді. Қанша ғасыр өтсе де көшпенділердің бұл дәстүрі Қали Қораласбаев секілді шеберлер арқасында жоғалмаған. Суретші Қали аға көшпенділер өзені Шу өзені бойында туған, осында тұрады және осында шығармашылығын дамытып отыр. Шу жері атамекенім, шу өлке көркем өзенім, сай-сала тауы қамысы тарихтың сырын шертеді дейді. Көптеген мен шығармашылығым өнер адам болғандықтан ән болсын, өлең болсын, мен барлығын осы шу өзенмен байланыстырып, яғни жұмыстарымда бар. Сондықтан да шу өзені өйткені мына тарихымыздан бері келе жатқан, ол мағанда көптеген шығармашылық жолыма арқау етеді. Арқау болып келе жатыр маған. Әрине мына экология деген кезде мынау жан экологиясы, адамның емінші экологиясы, жан экологиясы бірінші дұрыс болу керек деп ойлаймын. Ол не деген? Ол біздің эстетикалық тәрбиеміз, көркем өнерге деген қабілетіміз, туған жерге деген сүйіспеншілігіміз, және қоршаған ортамен байланыс, ол біздің жан экологиямыз. Ал енді табиғи экология осы арқылы біз, яғни біздің оған қарым-қатынасымыз болу керек. Әрине мен экологияға көзқарасым адами табиғат пен адамнан байланысы деп есептеймін. Әрине суды қолданған кезде мен емірінші мына су тастарды мен аламын. Мен жасап жатқан мына тастарым барлығы судан шыққан тастар. Яғни көп жылдар бойы су айландырып, яғни өзін пісіріп алып келеді. Ең қатты тастармен жұмыс істеймін. Сондықтан судың бойындағы тастармен, яғни мен қазіргі сол білмеймін қай ғасырда болған бұл тастар. Сол тастармен мен жұмыс істеймін. Маған байланысым осы деп есептеймін. Біз сапарымызды ары қарай жалғастырдық, солтүстікке, өзеннің сағасына қарай. Артымызда Шу өзенін бойлай жүрген жүздеген шақырымдар, таулар мен сайлар, асулар мен далалар қалды. Алдымызда аты аңызға айналған Мойынқұм шөлі күтіп тұрды. Бұл шөл жайлы саяхатшылар мен географтар талай жазған, ақындар мен бақсылар талай жырлаған. Көшпенділер тарихында екі ұлы Шыңғыс бар. Бірі Темучин Шыңғыс хан, адамзат тарихында ең ірі империя құрған моңғол даласының көшпендісі. Екіншісі қырғыз көшпенділерінің ұрпағы көреген жазушы Шыңғыс Айтматов. Шыңғыс Төреқұлұлы бұл құмды әрі сексеуілді жазық және оның мекендеушілері жайлы бүкіл әлемге айтып берді. Осы жерлерге Айтматов Мойынқұм саваннасы деген сырға толы ат берген. Ол Мойынқұм құмдарын, күмістей шилер мен мұзды қырауларды, киіктер мен қасқырларды, жыңғыл сексеуіл бұталары мен Мойынқұм саваннасы үстіндегі сағымды күнді кітап бетіне түсірген. Әрине, Айтматов өзен жайлы да әңгімелеген. Әр нәрсе өзінің кезегіне қарай. Сахара тіршілігіне табиғаттың өзі таразылап берген тәртіп бар. Жыл айналып өзгермей келе жатқан өмір заңы. Мойынқұмдағы бұл қадимнен келе жатқан таразылы тәртіпті әлде бір зұлмат жұт яки адам баласының сорақылығы ғана бұзбақ. Ежелден бері Мойынқұм жазығы әр жерде бір өсетін сексеуіл мен жыңғыл жамылған. Орталық Азияда жыңғылды оның иілгіштігі мен беріктігі үшін қорғандар салуға да қолданған. Орталық Азияның кейбір жерлерінде жыңғыл діни жораларда пайдаланылған. Жыңғыл шыбықтарынан зороастризм дініндегі киелі барыстың мүсінін сомдаған. Сексеуіл бұтақтары бұл қой мен түйелерге азық қан емес. Сексеуіл құмды жақсы бекіткіш. Ол құмды шөлденуден, тұздардан, мүжілу мен құмды дауылдардан сақтайды. Бір ғана сексеуіл ағашы өзінің тамыры арқылы бірнеше тонна құмды ұстап тұра алады. Жыңғыл мен сексеуіл ежелгі замандардан бері шөлдерді, далаларды және өзен өңірлерін жай ғана әсемдеген жоқ. Олар жануарларды, адамдарды, өсімдіктерді және бүкіл экожүйені қорғаған. Шу және басқа қалалар мен ауылдарды құм қозғалыстарынан сақтап жүрген дала орманының едәуір бөлігі жабайылықпен шауып тасталды. Нәтижесінде алып аумақтарға шөлейттену мен жер қыртысының эрозиясы қаупі төнуде. Мойынқұм даласы қанша ұлан ғайыр, қанша кең жазира десең де,
Азия құрлығының кішкентай ғана бір аралы екенін аң құстың ешқайсысы да аңғармайды. Мұнда Мойынқұм құмдарында Шу өзені жер астына кетеді. Өзінің 1000 шақырымнан астам жолын аяқтайды. Өзен жағалай қоныс тепкен адамдар бізге Шудың одан әрі бірнеше жүз шақырымға батысқа қарай созылған кезі естерінде екенін айтқан. Жыл сайын өзен саязданып жатыр, тарылып жатыр, ал оның сағасы шөл құмының қысымымен шегініп келеді. Ұлы таулар, ұлы дала адамдары мен аумақтары жайлы айтып өткен Шыңғыс Айтматов өзінің оқырмандарына сәуегейге тән мынандай ойлар қалдырыпты. Адамдардың әрекетінде ізгілікпен қатар қауіп қатер бұғып жатқанын Мойынқұм мақұлқаты қайдан білсін? Жақсылыққа бастаймын десе де, жамандыққа бастаймын десе де, көгертеме, жоқ, қырып жояма. Бәрі де әлгі адамдардың іс-әрекетіне байланысты. Неге ғана жақсылықты жамандық жеңе береді деген сұңқыл сұрақты өмір бақи ақылды дейтін адамдардың өзі түсіне алмай келе жатқанда, Мойынқұмның мақұлқаты қайдан түсінбек? Шу және Орталық Азия мен жалпы жер планетасындағы өзге өзен жағалауларындағы адамдар шиеленіс, жанжал, табиғатты қорлау жағына қарай емес, үйлесімділікке, бірлікке қарай қозғалады деп сенгіміз келеді. Көшпенділердің ұлы өзені Шудың бүгіні мен ертеңі осы қозғалысқа байланысты. Дәл солай Сырдарияның, Іленің, Таластың, Ертістің, Жайықтың, Нарынның және де Орталық Азиядағы қала берді күллі ғаламшардағы өзен су тағдыры да осы қозғалысқа байланысты. Сезбесең